Қазақстанның халық жазушысы, ақын, поэзия падишасы Фариза Оңғарсынованың туылғанына 80 жыл толуына орай арнайы жыр эстафетасын Ақшаңқан Ақтау қаламыздың төріндегі Фариза Оңғарсынова атындағы нөмір 29 жалпы білім беру орта мектебінің директоры Жайна Аманжанқызынан қабыл алдым. Маңғыстауда өзін патшадай сезінген падишамыздың поэзиясын одан әрі насихаттау мақсатында эстафетаны Шаңырақ қоғамдық қорының директоры Игілікова Ырысгүл Алмышқызына, Шахмардан Есенов атындағы университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты ұстазым Жеткізгенова Әлия Түгелбайқызына, филология ғылымдарының магистрі Гүлайым Қожантайқызына және де барша жаны жырға құмар білім беру саласының қызметкерлеріне жолдаймын. Туған жердің топырағы, көк мөлдір аспанды мекенім, көгіңнен сенің қайтқанда қаздар қаңқылдап, шарқ ұрып іздеп саялы дария салқынбақ, көгілдір жанарлы көлдердің саған құстардың қиқуларынан қалушем менде зар тыңдап, жанарымда бір от жарқылдап. Ақша бұлттарға мұңдарын шаққан аққуға, сазарған далам сая болмадың балқындақ, тарихтың салған тақсіретіндей мүжік таулардан ақтарылмады айнабылақтар жалтылдап. Маңғыстау мұңды мекені тағылар атанған адайдың, мен бүгін саған жанарым жайнап қараймын, арпалысып өлген бабамның армандарындай, көгінде күлген шапағатты шуақ арай күн. Ақшаңқан мынау нарлардан лаулаған сансыз алаулар, көкірегіндегі бұрқан жатқан тағайдың, зәулім көктермен жарысып тұрған сәндейлер, қиялына да кірмеген еді талайдың. Жасампаз дәуірдің қаһарманына басынды игенде, көңіліңнен сенің тарқымасындау қалаймың, заводтар менен комбинаттарды самсатып, үстірттеріне бұрғыларды әлі қадаймын. Көзімді салсам дәл бүгін осынау байтақ, көгілдір дария мекенге қанат біткендей шарықтап шырқап кетем мен. Қазақтың байтақ даласын, достықтың алтын ордасы бұл деп айтпаған екен бекерге. Сені көрмесем бұсы шындыққа ешқашан көзім жетер ме? О жомарт менің мекенім, сонау бір сұрғылт қатыгез дала шатқалдан көл көсір байлық ақтарған. Ұлдарын көзін ілмейді сенің қамыңмен, олардың отты көкірегі тұнған тәтті арман. Көрем мен сенің аласармас асқақ тұлғаңды, қиялда жүрген сәулетті болашақтардан.